Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын ашыған қамырдан манты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын жасап аламыз. Бізге електен өткізілген ұн, ашытқы, қант, тұз және жылы су керек болады. Жылы суымызға қант және ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны ұнға қосамыз. Кейін және жылы суға тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзды суды да қосып, жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Кейін соңында кішкене май қосып, жақсылап илейміз. Қамыр осындай жұмсақтықта болу керек. Дайын болған қамырды орап, 1 сағат, 1,5 сағатқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз, асқабақ және ет керек болады. Етті видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Немесе фарш қолдансаңыздар да болады. Жалпы салмасы өз қалауларыңыз бойынша, кім не салса да өзі біледі. Мен осылай салма қолдандым. Етімізді осылай ұсақтап турап алдық. Енді пиязды да видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұдан да басқа да рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді асқабақты да дәл солай турап аламыз ұсақтап. Міне барлығын ұсақтап турап алдық. Енді кішкене ішмай қосамыз. Менде ет тартқыштан өткізілген. Кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және кориандр қосамыз. Әркім өз қалау бойынша қосса болады. Кейін кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қамырда жақсы көтеріліп дайын болып тұр. Енді дайын болған қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Ол үшін қолымызды майлап, кейін бөлеміз. Шамамен 40-50 грамдай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Одан көп болса өте үлкен болып кетеді. Мен өлшемеймін, өз көз мөлшеріммен осылай жасай беремін. Мантыға керекті заттарды осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Сіздер адам санына қарай азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Міне қамырымызды бөліктерге бөліп алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп, қамырдың шет-шетінен ғана басамыз. Қатты баспаймыз. Міне жайып алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп, ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын, қалай түйуі. Үлкен бас бармағымызға қамырды қойып, екінші саусақпен соған қамырларды жабыстырып кете береміз. Қалай түйілуі сіздерге түсінікті болу үшін асықпай ұзақ түсірдім. Түсінікті деп ойлаймын.
Мантылардың барлығын осылай түйіп алып, қайнап тұрған суға қойып 45 минут буда пісіріп аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі тойымды тағам. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.